қаламды ұшталып келе жатқан көрінеді. Енді Алла өзіне күш қуат берсін, денсаулық берсін, ақсақалдың қасында болсын. Дүниенің ең қиыны бір жаққа барарда үйден жалғыз шыққан, одан кейін дастархан басында жалғыз отырған екен. Алла бұны саған бермесін, еш көп жасасын, аманшылық болсын, бала шағаның игілігін көріп, денсаулық болсын. Сен енді бар жақсылығыңды, құрметіңді, барлық жағдайлардың бәрін мен өзім жақсы білемін. Мен білген нәрсені халқың да, туысқандарың да, бала шағаларың да біледі. Сондықтан енді осы бізден айтпаған дүние, сол Алладан қайсын, осы жақта жақсы күндер сіздерге жақсылық береді. Енді мына артынан ерген балаларына десем болсын, енді екеуінің де ауыратын жөндерің жоқ енді. Еріндерің пісіп, немерелерің жетіп тұр екен, жетіп келе жатыр екен. Бүгін өлең айтып, өзімді құрметті біліп сөйтіп жатыр. Енді сол балаларды көрсек танымаймыз да. Қазір мінекей оны сондықтан да осы қуаныштарын арқайып қоя берсін, жастарыңызға жас қосылсын, жақсы тағы да жаңадан жақсы өріс, туыс тауып, солардың төрінде отыруға сіздерге мен енді шын жүректі өзім тілеймін. Барлықтарыңызға да аманшылық тілеймін. Осы той жылы да әрі жалғаса берсін, аманшылық болсын. Мен елештен ауылдас, yoldaş kurdaştım. Bu nerede? 80 yaşka doğup, Nanda Sararka sarayına koca sarayının basında şarkı otursun. Doğru rahmet. Vatan yıkımını halkların ortasında alınmıştım. Ömer kocasın, damlı evresin. 90 tutup toyunda toyda kocasın olsun. Rahmet. Kımbat erekenler. Bugün gelip oturan 80 yaşınız kutlu olsun. Hocam kutlu olsun. Oylanan kızıklar. Bu da indi cana Ateş aramızdan başlar. Avdanımızdan barda ülke azamatları, barın azamatları. Bugün köp dilekler aytты, onlardan söz kalgan жоқ. Endi biz kişkene dayım olmay kaldık. Pavlodar жаққа шығып кеттік те, сол жаққа естіп, сол жақтан естіп. Сіздің тойыңызға қатысу үшін асығып, о жаққа той тастайға шығып осылай болды. Сіз енді ереке мынау халықтың алғысын алған, соның алғысына бөлінген азаматсыз. Сондықтан алдағы уақытта сол алғыс екеулеріңе де маяк болсын. Жасай беріңіздер, 90-ға келіңіз, 100-ге келіңіз. Соны ағайын туысқандарыңыз біз қызықтай беруіміз. Қадірменді ағайын, құрметті қалайық. Үлкен кісілерден кейін сөйлеу керек болып тұр. Енді мынау жас азамат қайдан шықты демеңіздер. Мен аға сізді осы мына Курчатов қаласында қызмет бабымен ауысып келген кезде елшінің үйінде жаңа жылда танысқанбыз сізбен. Сол кезден бері міне балаларыңызбен бірге көрші болып, қызметтес болып, мына Курчатов қаласында қызмет істеп бірге жүрміз. Енді сіз туралы мына бүгінгі кең дастарханда жүрек жарды лебіздерін, шынайы сөздерін айтып жатқан мына ел басқарған адамдар, жұрт басқарған адамдар, шаруашылықты басқарған адамдар, өзіңіздің жора жолдасы құда жекжаттарыңыз айтып жатқаннан кейін мен бәріне тәнті болып отырмаға. Мынау құрметті атақ мен білгенде албаты ол жай адамдарға берілмейді. Ол құрметті атақ халық сүйген, халық қолпастаған, халыққа қызметі сіңген адамдарға сол құрмет беріледі. Ол елдің, сол елдің, жердің ең үлкен төс белгісі ол жаңағы ауданның құрметті азаматы. Аға сол жаңа тәтемекеңіздер де сол құрметті азамат болып отырсыздар. Сіздердің сол адамдарыңыз қайырлы құтты болсын. Енді сіздердің жолдарыңыз мен білгенде мынау адам дүниеге келгеннен кейін арғарай ұрпағым өссе, ұрпағым жетсе, мен жетпеген белестерге ұрпағым асса деген әрбір адамның арманы болады ғой. Сол арман бүгінгі күнде сіздерде орындалып отыр. Мен білгенде мынау баяғыда біздің бір үлкен оқымысты ата бабамыз айтыпты.
азаматтың азаматтығын білу үшін, оның қадір қасиетін білу үшін астына тақ беріп қызмет беру керек депті. Сондай мынау Курчатов қаласында ол жай ғана мынау Курчатов деген қала ол ерекше қала. Онда жаңағы бірыңғай бір ұлт тұрмайды, көп ұлттан жаралған, бір тілде сөйлейтін адамдар емес, көп ұлттан сөйлейді. Сол елді басқарып, мынау жаңағы қызмет істеп жүрген ерсін бауырымыз, мысалы елдің бәріне сол жаңағы жағып қызмет істеп, олардың көңілін таба білу, мен білгенде сіздерді көріп отырып, сіздің тәтемекеңіздің үлкен тәрбиелеріңіз, сол үлкен жетістіктеріңіз деп ойлаймын. Одан кейін ерсінге де рахмет айтамын. Біздің мына жаңағы Анар келінімізді сіздің жанұяңызға түсіріп, үлкен келін қылып түсіріп, балалардың алды, немерелердің алды сізді содан басталғаны бәрі түгелі. Анар келіндер бір салиқалы, үлкен, оқыған, тоқыған, елді, жерді көрген, үлкен семьядан шыққан, оны да білеміз. Сондықтан оларға жаңағы сіздің ұрпағыңызға тек қана жақсылық тілейміз. Сіздің ұрпағыңыз сіздің жақсылығыңызды көрсін. Барлық ер азаматтарыңыз осы елдің аса берсін. Енді мынау сөйлеп тұрған азамат деп кім деп ойлауларыңыз мүмкін. Мынау Абай елінде көп жыл қызмет істеп, ел басқарған Кәрім Нұрбаев ақсақалдың елінен болам. Ағамыз сол жақта бізде қызмет істеген. Ақсуаттан болам мен, қызмет бабымен қазір Курчатовта жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан мынау Ақсуат пен жаңағы Тарбағатайдың бауырында орналасқан, мына Дегелең тауында, Шыңғыстауда орналасқан Абай елі бұрыннан да құдандалы, сол құдандалықтарыңыздың бәрі түгелінде жалғасып жатыр. Сондықтан да осы елге, жұртқа тек қана жақсылық тілеймін. Дастархандарыңыз берекелі болсын. Ұлы Абай елі ешқашанда бұл жаңағы Қазақстанда ұлы Абай деп аталады, бүкіл дүние жүзінде ұлы Абай елі деп аталады. Сондықтан да мәртебелеріңіз өсе берсін. Көп рахмет сіздерге. Сөйлеңіз 48 минут қана болды. Енді бір 3 минут қосыңыз. Құрметті қауым, менің туған асыл ардақты нағашым Еренғайып, менің ұстазым 30 жылғы мен біраш болсағанда осы кісі мені оқытып, енді бағана барлық жақсыны айтпасыздар ғой. Басым дейіп, әрбір жақсы қадамына бұл кісінің тілектеспін. Оның бер жағында жаңа Түгелжан жеңге мен ерекше бір төбе. Құрмет, Абай ауданына бекер құрмет хаттарыңыз қайырлы құтты болсын. Мына барлар, әсіресе бауырым, ерсінім, қыздарым, айнаштарым, соның бала-шағаның ұрпақтарың аман болсын. Менің бұл Абай ауданында бүкіл өзі 2 шақ кісі бар, құрмет тұтатын дейтінмін. Оның біреуі кім дейсіздер ғой? Матаев аға. Одан кейінгі осы Ерешін ағашым. Осы кісілерді мен өмір бойы құрмет тұтып өтем деп өткім. Тойыңыз қайырлы құтты болсын, балаларыңыз аман болсын. Енді менде бір кішкентай мен жабайын едім. Сендеме құрып алыр. Ұстап тұрын. Ұстап тұрын. Маған ба не? Рахмет. Шапан жабылып жатыр. Шапан. Не деген шапалақ десеңіздерші, Құдайым ау. Енді 50 минуттан кейін ешкім қол соққысы келмей қалды енді. Бірақ сонда да шаршамай қол соғып отырыңыздар. Мені де сүйе салыңыз. Бәрекелді, рахмет. Ал дастарханға жайғаса қалайық, төледіңіздер. Құрметті қонақтар, мінекей осындай жақсы әдемі жүрек жарды, шын жүректен шыққан тілектер қабыл болсын. Келесі кезекті той бастарға кезегіне бермекпіз. Қораңызды мал басар, үйіңізді жан басар, тойдың сәні той бастар. Сіздердің шаңырақтарыңызда той болсын деген ниетпен алдарыңызға той бастардан тартып өтейік, қаржылығыздар.
болсын, қыздарыңыз қалақта, жұлдыз болсын, ай болсын, туғы дүрлігін айтқанда, дәулет пен сәулет сай болсын. Şamala kırılsın. Bitti. Şuradan marjan durayın, şalkıp tasıp durayın, söz gözegin kelese, kudalarga burayın, kız ösere, kız bergen, aynalayın sizlerden, sonuqtan dayman sene, toy jasagan bizlerden, bütün bolup жатырмыз, қуаны жаспен қартымыз, құда болдық манжылық, деген екен ғой халқымыз, баянды болсын құдалар, сол бір ата салтымыз, атада сөзге сыйласып, жамандыққа қимасып, өзгелер жасай өмірді, сіз біздесіп сыйласып, екі бетілік мәніңе, жасыңда кәріңе, қыз ұзатыңдар келінді, өмірдің сол ғой мәні. Ой, бәрекелді. Көрдіңіздер ғой, тойбастар жылдан жылға өсіп келеді. Түбі тіреледі. Түйемен әкелсек таң қалмайсыздар ғой. Қазағында міне осындай қуанышты, ұлан асыр дүркіреген тойлар бола берсін ағайындар. Тойбастардың өзінің ашу салтанаты бар, салт дәстүрі бар. Сол салт дәстүрге сүйенсек қазір уақытымыз қайда барады. Тойбастардың ашуы өз бір проблема. Қазір енді асықпай, кішкене түсіріп барып, асықпай ашып, сіздер таратқанша біз кезекті әнге берейік деп тұрмыз. Біздің атымыздан ән болсын, сіздердің аттарыңыздан шашу болсын. Тойбастар ашылсын, ішінен шашу шашылсын. Сыйғанын қалтаға, сыймағанын пакетке салыңыздар. Сіздердің де шаңырақтарыңызда той болсын. Тойбастар ашуға рұқсат. Сіздердің құрметтеріңізге ән шашу. Тойбастардың құрметте, ерасылдарыңызды көрінді. Ассалаумағалейкум, тойлардың той қаласынан қадірмен алаттар. Ортаға биге келсеңіздер болады кәнекей. Көңілдірек. Жанарыңа жас толып, нен ойладым сүйіктім, ақша жүрсің албыртып, отшалым боп күйіп тұр. Ақша жүрсің албыртып, отшалым боп күйіп тұр. Мені жаным аңсадым, мұңға бөлеп жүзіңді, жанарыңнан дуалап, бір тамшы жас сүзілді. Асыл сезім тереңнен бола берді қайтадан, жігерсізге өзіңді енді қалай айталам. Шықтамшысың тағына, ерідің де езілдің, мен өзіңе табына құшағының сезілдім. Мен өзіңе табына құшағының сезілдім. Ені жаным аңсадым, мұңға бөлеп жүзіңді, жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді. Асыл сезім тереңнен бола берді қайтадан, жігерсізден өзіңді енді қалай айталам. Жанарыңа жас толып, мен ойладым сүйіктім, ақша жүрсің албыртып, отшалым боп күйіп тұр. Ақша жүрсің албыртып, отшалым боп күйіп тұр. Мені жаным аңсадым, мұңға бөлеп жүзіңді, жанарыңнан домалап, бір тамшы жас үзілді.
сезім тереңнен бола берді-ау қайтадан жиі сөздеп өзіңді енді қалай айта алам менің жаным аңсадым молға бөлек жүзіңді жанарыңнан домалап бір тамшы жас ізіңді асыл сезім тереңнен бола берді-ау қайтадан жиі сөздеп өзіңді енді қалай айта алам енді қалай айта алам Ай бәрекет, енді қалай айталам, екі берем деп. Бірақ айтам. Құрметті қонақтар, енді той бастардың ашу салтанаты міне ан жақта апаларымыз әлі аша алмай жатыр, бойлар жетпей жатыр. Той бастар таратылсын, той бастар таратылғанша тағы да бір жақсы тілектің кезегі ол енді жаңағы тілек ұсағынан кеткенге байланысты бізде екі тілекті қосып жетіп тұрмыз. Ол қызметтес іні-келіндер, жолдастар, іні-келіндер, достар, тай құлындай тебісіп өскен достар, бәрі осы ішінде атап айтатын болсақ, мәдениет жолдасымен Оралбай Забира, Ардақ Шолпан, Сұлтанғазы Гүлжан, Қадыр Гүлжан, Қанат Айгүл, Дүйсен Алтын Төлеген, Алтын дейді, Ғизат Ырымгүл, Досан Алтын Төлеген, Клара Аманбек Бақыт, Амантай Зәмзәм, Әсия Байбулан Қымбат, Тохан Зияш, Сабыржан Бақыт, Базарбек Рыстай, Оралтай Динара, Нұрбеке Нұрпан, Нұрлан Сәуле, Оркен Орал, Ерсайын Дариға, Қуат Атлас, Әділғазы Айман, Құсман Айжан, Бекзат жолдасымен Еділ Армангүл, Мұрат Толқын, Бейбіт Айгүлдей ханымдар мен мырзаларды қошеметпен ортаға тілек кезегіне шақыруға рұқсат етіңіздер. Мен микрофонды беріп кете берем ғой деймін. Ал сәл тыныштық ағайын. Енді бағанадан абыр-сабыр болды, таныс болды, бір-бірімен амандастық. Енді тынышталатын уақыт болды ғой. Бір тілек тыңдайық, сосын точно тұрамыз. Ал енді құрметті өздері қауым, береке түгел, мынау торқалы той қайырлы болсын. Біз де сол тойға тілектеспіз, шын қуаныштымыз. Береке енді сіздің адам өзі біле бермес, бірақ сіздің барлық жүрісіңіз, адамға деген адалдығыңыз, адамды жатсынбайтын мінезіңіз, кімді болсын бауырына тартатыныңыз, кімге болсын қамқорлық жасайтыныңыз, тек қана сізге ғана лайықты сияқты болып көрінеді. Бәріміз азамат болдық, бірақ бір жағында бір дұрыс жүріп жатсақ, бір жағынан бір кемшілік байқалып жататын. Сізден біз өз басымыз ондайды байқағанымыз жоқ. Арқатта мүшелі жас бірге тұрдық біз. Барғаннан бастап сіз мені бауырыңызға тарттыңыз. Қолдан келген көп көмек жасадыңыз. Оны мен ұмытпаймын. Екіншінде айтарымыз біздің түгелжан, енді сіздердің шаңырақтарыңыз бұл Абай елінің құрметті азаматтарының шаңырағы, құрметті азаматтарының отбасы деп айтуға толық мүмкіндік береді. Екеуіңіздің де сол атақ абыройларыңыз әрі қарай жалғасын таба берсін дейміз. Мұның өз үлкен тәрбие бұл тек сіздердің ұрпақтарыңызға, жақындарыңызға ғана емес,
сізбен қатар жүрген, сіздің өкшеңізді басып келе жатқан азаматтарға, азаматшаларға бәріне үлгі, өнеге, жазылып қойған жол, тартылып қойған жол деп айтуға болады. Енді Ерекеңнің жаңа барлық жағдайын, жақсылығын айтып жатырмыз біз. Біз бәріміз азамат болдық, жақсаттың жанында жүрдік. Сонда кімнің кім екендігіне, оның жан серігі, Құдай қосқан қосағының үлесі, еңбегі есепсіз болады. Міне осы тұрғыдан алғанда бүгін Ерекең қандай абырой атаққа ие болып, қандай мақтанышқа ие болып жатса, ол мынау Құдай қосқан қосағы Түгелжанның еңбегі деп айтуға толық хақымыз бар. Соның тек абыройлылықты сақтай білген, соған лайықты отанасы бола білгенін біз жақсы түсінеміз. Енді тілек көп, ниетіміз біреу. Бағандан бергі айтылған тілектің бәрі қабыл болсын дейміз. Сізге жасыңызға жас қосыла берсін. Мынау қазір курсант болып жүрген Бек деген азаматтың немереңіздің генерал болғанын көруге Құдай жазсын. Сол қызықты бәріміз бірге тойлауға Алла нәсіп етсін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті де қадірлі достар. Біздің Абай елінің арқа тарда Қопа тауларының құрметті азаматы, қасиетті азаматы, Ерағаның тойына келгендеріңіздің сапарларыңыз сәтті болсын. Тойыңыз Ераға қайырлы құтты болсын. Түгелжан мұғалім сізді сүйемелдеп, сіз ол ұзын сүйемелдеп, өмір бақи ұзақ өмір жасай беріңіздер. Мен ұзақ сөйлеп кетсем, онда Қопаның орданың шыңдарына шығып, сай саласын аралаймын. Онда Арқаттың таутасына шығып, бұлақтарынан су ішіп, дала кезіп, қайтадан аралап кетемін. Өйткені сіздердің өмір жолдарыңыз, өмір тарихтарыңыз менің қолымда. Менің жазған аздаған бір қысқа мақалаларымды сіздің ұрпақтарыңыз оқыған шығар, әлі оқи берсін. Қысқа сөйлегенге нұсқа сөйлеп деп жатыр. Ұзақ жасаңыздар. Енді сөйлей бастасам, онда Арқатты Қопаны аралап кетемін дағы, Ащысуды жағалап кетемін. Сіз өмір бақи жағалай беріңіз, аралай беріңіз, өмірлеріңіз ұзақ болсын, семьяда бақыт көріңіз, бала шағаның қызығын көріңіздер. Той-тойдан болсын. Құрметті Ереш, мына 80 жас тойыңыз қайырлы болсын, мына семьяларыңыз бақытты болсын. Біз тілектес ағайымыз. Мен мына Түгелжанның бауыры болып келем, әрі қызметтес, әрі бір ауылдың адамдарымыз, бір жердің адамдарымыз. Ал енді бағанадан бері айтатын сөздің бәрін айтты енді. Мен мына Ерештің өмір жолын көріп отырып бір нәрсені айттым біледі. Бұл адам үлкен беделге ие болу үшін, еліне, жұртына сыйлы болу үшін, туыс жақынына сыйлы болу үшін үлкен қызметтің қажеті жоқ. Ол үшін үлкен жүрек, үлкен пейіл, үлкен ет керек. Міне осы бойына жиған адам. Бәрімізді қазір жағылып, осы кісіні құрметтеп жатырмыз, құрметке тұратын адам. Ал енді Түгелжан апайды барлықтарыңыз білесіздер, күні бүгінгі дейін қызметтен қалып, ат үстіне түскен емес. Сол Арқаттың жылаған баласы болса, соны уатуға, үлкен еңбегі сіңген адамы болса, соны көрсетуге, мына көштен қалмай қанша кәртейсе де жаны жас, осынша еңбек етіп жатыр. Бұл үлкен еңбек, әлі күнге дейін еңбек етіп жатыр. Қазірдің өзінде біздің ана Батыр ағамыз Закария көшеперем деп жанталасып жатыр. Ол кімнің қолынан келген еңбек? Кім осыған жанталасты? Осының бәрі ел атынан ескерілетін нәрсе. Адақ тегін беріліп тұрған жоқ. Осындай қызмет үшін, үлкен еңбек үшін беріліп отыр. Тем более бұл әйел адам. Оны ойладыңыздар. Бұл енді сол атақ деуға бір-екі әйел болса, одан соның біреуі ғой. Сонда еңбек бар адам. Тойларыңыз қайырлы болсын, рахмет. Құрметті Ераға, бүгін мынау енді 80 секіріп, 90-ға лайық басқан тойыңыз қайырлы құтты болсын. Енді мынау енді ауылда бірге өскеннен кейін сіздің парасатты, жайдары мінезіңіз, сіздің айтқан ақыл кеңестеріңіз
жүріс-тұрысыңыз, іс-қимылыңыз бәрімізге мына әкелеріңізге өнеге болды. Сол арқасы осындай біз өсіп кеттік деп айтсақ артық емес. Одан кейінгі мынау енді бүгінгі той нағыз арқаттың тойы емес. Мен түгелі айтуым керек, бүгін Абай елінің тойы деп айта аламын. Өйткені бүгін тойымыздың куәсі отырған, бір кезде Абай елін басқарған, Абайды өргөте сүйреген, Абайдың құламасы Қапез ағамыз қатысуы көмірі қайнебет бересек деймін. Сондықтан да мұның осының барлығы сіздің денсаулыққа түгелдегі денсаулықтың арқасы деймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, бала шағаларыңыз қызығын көріңіздер. Үлкен мына немерелеріңіз бектің тойын өткізіп, тойдың сол тойында отыруға, бұл туған туысқандардың сонда жұптары жазылмай, сонда кезуге Алла бір жар етсін, тойғаласын, қайырлы болсын. Ал енді құрметті Ереш аға, түгел сіздер туралы бағандан бері айтылып жатқан сөзге алып қосарымыз жоқ. Егер де шын жүрегімізбен шешіліп сөйлесек, Абай елінің екі қос бетін алатын шығар деп ойлаймын. Бірақ сіздерге деген құрметім, сіздерге деген ілтипатым, сіздерге деген ниетім өте жоғары деп ойлап тұрмын. Осы сіздердің 80 жылдық тойларыңызға қатысып отырғанның өзін үлкен ғанибет деп ойлаймын. Енді осыдан артық қандай бақыт керек? Әлде жасай беріңіздер, 90-ға келіңіздер, біз ортақтаса берейік. Бектің қызығын көруге осы сияқты үлкен сарайда соғын жазсын деп айтқым келеді тілекті. Онан кейін мына өзімен бірге осы Семей қаласына қоныс аударып кеткен замандастарыма осы көптің алдында осы үлкен сарайда сіздер сияқты 80 жасын тойлап мен соған арқаттан келе берейін деп ойлаймын. Сіздерді біз кішкентай арқаттың үлкен патриоты деп білеміз. Ауылдың мақтанышсыздар, қасиетті топырақтың сондай бір үлгілі ұрпағысыздар. Туған жерде бір кішкентай ыстық сәлем әкелдім деп есептеп тұрмын өзімді. Дендеріңіз сау болсын, қызықта жолға берейік. Айтар сөз көп, бірақ созбау керек. Құрметті қонақтар, біз Абай ауданының ветеринариясы соның атына сөйлеп тұрмыз. Ереш ағамыз, Мараш ағамыз, барлығы Әбдеш ағамыз мақұм тәтем отырған жерде, Мараш ағам отырған жерде, барлығы түгел отыр Ереш ағаммен. Біздің әкеміз ветеринарияның барлығы түгел корольдері бұл кісі. Бұл кісілер корольдері. Біз бұл кісілерден үлгі алып, өнеге алып, осындай өстік, осындай дәрежеге жеттік. Қазір ештеңеден қателеспейміз. Бұл кісілердің бізге берген тәрбиесі, бізге берген білімі бәрі түгел бізді қателестірмей осы уақытқа дейін келе тұрмыз. Абай ауданының ветеринариясы бәрі түгел научный уровне. Бұл кісілердің арқасында бәрі Ереш ағамның еңбегі деген керемет мол. Ереш ағам менің әкем, ол кісі менің үлгім. Көмектесе беріңіз аға. Мен сізге тілектеспін. Басқа айта берген сөз